Баршаңызға сәлем әріптестер. Сіздерден көптеген сұрақтар келіп түскен болатын дайректке, яғни осындай 3D объектіні сабақ барысында қалай пайдалансақ болады, қандай бағдарламаны пайдалануға болады. Оның пайдалану жолын қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Алдыңғы видео обзордың бірінде мен сіздерге Merge Cube-пен жұмыс жасаудың жолын көрсеткен болатынмын. Сол Merge Cube-дің объекті Weaver дейтін программасын біздер соткаге, яғни телефонымызға орналастырған болатынбыз. Міне сол объекті Weaver дейтін бағдарламаны телефонымыздан ашамыз. Одан кейін объекті мәзіріне кіреміз. Соның ішінен өзіңізге қажетті кез келген 3D объектіні таңдап аласыз. Қажетті 3D объектіні өзіңіз таңдап алғаннан кейін сәл шыдамдылықпен жүктелгенін күтеміз. Таңдаған 3D объектіңіз камерадан ашылғаннан кейін ең жоғарғы жағына назар аударатын болсаңыздар, 3 мәзір тұр. Сол 3 мәзірдің ішіндегі сіз егерде кубпен көрсететін болсаңыз, куб дегенді басасыз, ал егер кубсыз көрсететін болсаңыз, 3-ші мәзірін басасыз, ол қызыл болып жанып тұр, көрініп тұр бұл жерде. Қажетті объектімізді біздің ашу үшін тегіс жерге телефонымыздың камерасын бағыттаймыз. Одан кейінгі көрсетілген белгі бойынша үст телефонның экранын бетінен басқан кезде жаңағы біздің таңдаған 3D объектіміз ашылады. 3D объектіні жан-жақты қарау үшін телефоныңыздың сенсорлы бетінен саусағыңызбен жылжытып қарасаңыз да болады, немесе телефоныңызды қалаған бағыт бойынша айналдырып сол 3D объектіні қарасаңыз да болады. Бұл бағдарламаның ерекшелігі біздер таңдаған бір ғана 3D объектіні экраннан көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар бірнеше объектіні қатар көруімізге болады. Яғни оның жолы көріп тұрғандарыңыздай видеода көрсетілген. Яғни қалаған 3D объектімізді жоғарыдағы көрсетілген қызыл стрелканы басып кері шегінесіздер. Сол жерден тағы да қосымша объектілерді таңдап, камераңызды тегіс жерге бағыттап, көрсетілген шартты белгінің үстіне басқаннан кейін екінші таңдаған объектіңіз қайтадан орнатылатын болады. Сонымен қатар әріптестер, 3D объектімен жұмыс жасау жолдарының видео обзорының бірінші бөлімі менің YouTube каналымда. Сол жерден бірінші бөлімімен де танысып алсаңыздар болады. YouTube каналға тіркеліп, менің сіздерге арналған еңбегімді бағалап, лайк басуды ұмытпаңыздар.